BTS тобынан шығып қалуға шақ қалған жігіт қалай әлемдік поп иконаға айналды? Пусаннан шыққан қарапайым бала биге ғашық болды. Бірақ оның жолы оңай болған жоқ. Трейни кезінде ол небәрі 6 ай ғана дайындалды. Басқалар оны топқа сай емес деп санап, дебют алдында оны тіпті 8 рет топтан шығармақшы болған. Оның басты жауы өзіне деген көңілі толмаушылық пен перфекционизм еді. Трейни және алғашқы дебют жылдары ол қатал диеталар ұстап, талып қалғанша жаттығатын. Тіпті компания қызметкерлері оның еңбегін адам нанғысыз деп бағалаған. Бірақ ол берілмеді. Чимин Пусан өнер мектебінде заманауи би бөлімінің ең дарынды әрі үздік оқушыларының қатарында болды. Оған қоса оның тэквондо мен кендодан қара белбеуі бар. Ал қазірше ол Billboard Hot 100 чартында бірінші орын алған тарихтағы тұңғыш корей соло әртісі. Dior мен Tiffany брендтерінің жаһандық елшісі. Оның дауысы миллиондаған жүректі жаулап алды. Чиминнің қазіргі басты арманы атақ немесе ақша емес. Ол BTS мүшелерімен бірге сахнада ұзақ уақыт өнер көрсетіп, өз әндері арқылы адамдарға жұбаныш сыйлауды армандайды. Ал сіз Чиминнің қай әнін ерекше жақсы көресіз? Комментарийге жазыңыз. Видео ұнаса, лүпіл басып тіркелуді ұмытпаңыз.